Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай дәмді әрі жұмсақ болып шығатын булочка жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен жылы сүтімізге 2 жұмыртқамызды салып, одан кейін үстіне дрожжымызды салып аламыз. Одан кейін қантымызды салып, араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне құйып, одан кейін сұйық майымызды құйып аламыз. Алма уксусын 1 шай қасық қана қосамыз, қоспасаңыздар да болады. Одан кейін барлығын араластырып, жұмсақ қамырлеп аламыз. Кейін үстіне сары майымызды салып, қайтадан жақсылап араластырып аламыз. Қамыр осындай қолға жабысқақ болады, бұған артық ешқандай ұн қоспаймыз. Енді қамырымызды 50 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Егер қолға жабысып жатса, азырақ сұйық майды жағып, жұмсасаңыздар болады. Осылай барлығын бөліктерге бөліп аламыз. Мен осылай 70 граммнан тастап алдым. Қамырымызды осылай жайып, арасына вареный сгущенка салып аламыз. Кейіннен осындай формасына салып аламыз. Өздеріңізге ұнаған салма салып, формасын келтіріп алсаңыздар болады. Осылай қолмен жасап алсаңыздар да болады. Қамыр өте жұмсақ әрі ыңғайлы. Енді осыларды жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Бетіне крошкасын дайындаймыз. Майымызды, қантымызды, ұнымызды үшеуін араластырып аламыз. Енді жарты сағаттан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып аламыз. Жаңа дайындаған крошкаларымызды барлығын беттеріне сеуіп шығамыз да 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Булочкаларымыз дайын болды. Толықтай суытып барып көреміз арасын. Булочкамыз міне осылай жұмсақ болып шықты.